Шекесіне тарс еткізіп, қырсық деген этикетканы жабыстырып қоя салады. Ол уже сіздің проблемаңыз. 4-ке келді, әлі тамақ шалмайды. Өз айтқаннан қайтпай, сұрағанына қол жеткізгенше жерде домалап жатып алатын қырсық балалар сіздерге таныс шығар деп ойлаймын. Міне, бүгінгі сабағымды осы қырсық балаларға арнаймын. Негізінен қырсық бала деген ұғымның жоқ екенін бүгінгі сабақта сіздерге жеткізуге тырысамын. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, сіздермен бірге Елжас Ертайұлы, бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісі. Қырсық бала деген ұғым қазіргі біздің қоғамдағы ең маңызды және жиі талқыланатын тақырып шығар деп ойлаймын. Өйткені бізде мынандай түсініктер де осымен қатар қалыптасқан. Қырсықтық туа бітеді деп жатады. Және де қырсықтықты біз не істейміз? Біреуге жамап қойғанды жақсы көреміз. Әкесіне тартқан қырсық, анасына тартқан қырсық, нағашыларына тартқан қырсық деген секілді қырсықтықты біреуге жамап қойғанды ұнатамыз. Бірақ шындығына келетін болсақ, қырсықтық туа бітетін қасиет емес. Яғни, әкесі қырсық болды екенде баласы қырсық болады, анасы қырсық болды екенде баласы қырсық болады деген ұғым негізінен дұрыс емес. Яғни, қырсықтық ол ген арқылы өтетін нәрсе деп айта алмаймыз. Жалпы алған кезде бала тәрбиесінде, педагогикада қырсықтық деген ұғым жоқ. Қырсық бала деген ұғым жоқ. Осының себебін түсінгілеріңіз келсе, бүгінгі біздің сабағымызды соңына дейін көріңіздер. Сол кезде осының қыры мен сырын сіздерге толыққанды ашып беруге тырысатын боламын. Жалпы алған кезде біздің қырсықтық деп айтып жүрген ұғымдарымыздың көбі біздің баланы дұрыс түсінбеуімізден туындайтын нәрселер деп айтсақ болады. Нақты мысалмен келтіретін болсам, балалар 2 жасына жақындаған кезде оларда өте маңызды бір сезім пайда болады. Қандай сезім? Мен деген сезім. Яғни бала 2 жасына жақындаған кезде мен өзім істеймін деген нәрсе пайда болады. Мысалы, бұрын анасы тамақ жегізген кезде тыныш қана тамағын жеп отыратын бала 2 жасына жақындап, 2 жасқа толған кезінде не дейді? Жоқ, енді өзім жеймін дейді. Қасыққа жармасады, өзі жегісі келеді деген секілді. Міне осылай өзінің айтқаннан қайтпай, өзім жеймін, өзім істеймін, өзім киінем, жарықты мен өшірем деген секілді барлық нәрсеге осылай ұмтылған кезде біздің ата-аналар не дейді? Өз айтқаннан қайтпайтын, өз дегенін істетпей қоймайтын қырсық деген секілді шекесіне тарс еткізіп, қырсық деген этикетканы жабыстырып қоя салады. Негізі бұл жағдайда баланың ешқандай кінәсі жоқ деп айта аламыз. Керісінше бұл жағдай ата-ананың білімінің сәл жетіспеушілігі. Яғни бұл жас кезеңінде балалардың жас ерекшелігіне сай бұл әрекеттерінің қалыпты екенін білмеуінде. Яғни бұл жаста бала өзі істегісі келеді. Бұл өзі істеу деген нәрсе бала үшін, баланың даму үшін өте үлкен бір мотивация болып табылады. Егер балада бұл сезім болмаса, онда не болады? Бала өзі жаңа нәрселер үйрену деген мотивациясы болмайды. Яғни тамақты әлі сол анасының қолынан ішіп жүре береді, әлі сол өзі анасының киіндіргені бойынша киініп жүре береді деген секілді. Бірақ осы 2 жаста осы мен деген сезімнің ояну арқылы балада өзі тамақ ішуге деген бір ұмтылыс пайда болады. Өзі киінуге деген бір ұмтылыс пайда болады. Бұл жердегі негізгі ата-ананың істеу керек нәрсе баланың бұл даму процесіне кедергі келтірмеу керек. Керісінше баланың дамуына жағдай жасау керек. Яғни бала өзі тамақ ішемін деген кезде оның өзі тамақ ішуіне мүмкіндік беру керек. Сіз айтасыз, төгеді ғой, шашады ғой, сындырады ғой, бүлдіреді ғой деген секілді. Енді құрметті ата-аналар, ренжімеңіздер. Ол сіздің проблемаңыз. ОСП дейді ғой, ол ОСП. Ол жерде баланың проблемасы емес. Яғни сіз оның алдын алу шараларын ұйымдастыру керексіз. Яғни алдына бір нәрсе жабасыз ба, жан-жаққа бір нәрсе төсейсіз ба, сынбайтын ыдыстар аласыз ба, ол уже сіздің проблемаңыз. Оны сіз қарастыру керексіз. Бала өзінің жасына сай, ол кезде тамақ ішуді үйрену керек, өзі ішу керек. Яғни ол кезде бала не істейді? Өзі қасық ұстауды үйренеді, қасықты көтеруді үйренеді, аузын табуды үйренеді, аузына тамақты салуды үйренеді. Бұның бәрі баланың даму кезеңі болып табылады. Негізінен ең бастысы бала өзі бір нәрсе істей алудың ләззатын сезінеді. Жалпы адам баласында да сондай емес па? Бәрімізде сондай ғой. Өзіміз бір нәрсеге өз күшімізбен қол жеткізген кезде керемет бір ләззат сезінеміз. Міне дәл сол секілді бала да осы керемет ләззат сезінетін болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, яғни бұл жағдайда бала қырсықты өз айтқаннан қайтпайды деген секілді баланы кінәлағаннан гөрі біз не істеу керекпіз? Керісінше баланың бұндай жағдайда өзін дамыта алуына мүмкіндік беру керекпіз.
Егер сіз өзіңізді дамытып, бақытты отбасы болғыңыз келсе, сізді 40 күндік авторлық марафоныма шақырамын. Авторлық марафоным 3 бағыттан тұрады. Яғни, менің авторлық марафоныма қатысу арқылы сіз өзіңізді дамытасыз, өзіңіздің уақытыңызды жүйелі және сапалы түрде өткізуді үйренесіз, жұбайыңызбен қарым-қатынасыңызды түзетіп, бала тәрбиесіне байланысты керемет әдістерді үйренетін боласыз. Және де осы 40 күннің ішінде сіз өзіңіздің өміріңізге ерекше әсер ететін 2 дағдыны өзіңіздің өмірлік дағдыңызға айналдырасыз. Және де әртүрлі тапсырмалар, әртүрлі тың ақпараттар және өзін дамытуға ұмтылатын жаңа таныстар, жаңа достар табу мүмкіндігіңіз бар. Және ең бастысы, осы 40 күндік марафоныма тіркелу арқылы сіз осы жаңа ғана шыққан Samsung Galaxy S10 смартфонын ұтып алу ұтысына қатысу мүмкіндігіне ие боласыз. Бәріңізді күтемін, келіңіз, бірге дамиық, бірге бақытты отбасы болудың қадамын бірге жасайық. Кездескенше. Дәл осындай жағдай бала киінген кезде де болады. Бұрын сіз киіндірген кезде тып-тыныш қана киініп жүрген бала, енді қазір аяқ астына не дейді? Өзім киінемін дейді. Тағы да естейміз, қырсық деп шекесіне этикетканы жабыстыра саламыз. Негізінен бұл жерде де бала өзі киіну керек. Яғни өзі киініп үйрену керек. Я сіз айтасыз, дұрыс киіне алмайды ғой, кеш киінеміз, бір киімді 10 минут киеді, жұмысқа кешігеміз, сабаққа кешігеміз, мектепке кешігеміз деп айтуыңыз мүмкін. Тағы да қайталап айтам, ол сіздің проблемаңыз. Яғни сіз киінуді 15 минут, 20 минут ерте бастаңыз, бірақ та баланың өзі киіне алуына мүмкіндік жасаңыз. Бұның бәрі баланың даму процесі. Енді біз не істейміз? Жаңағы балаға кішкентай кезден бұл мүмкіндіктерді бермейміз, өзіміз тықпалап тамақ береміз, өзіміз қинап киіндіреміз деген секілді. Одан кейін бала 3-4 жасқа келіп, әлі аяқ киімін кие алмай тұрса, әлі тамақты дұрыс жей алмай тұрса, балаға ренжиміз тағы да. 4-ке келді, әлі тамақ іше алмайды, 5-ке келді, әлі аяқ киімін кие алмайды деген секілді балаға ренжиміз. Мен құрметті ата-аналар, ренжімеңіздер, бұған негізінен өзіміз кінәліміз. Ол 2 жасында үйренгісі келді. Сол үйренгісі келген кезде біз оның үйренуіне мүмкіндік берген жоқпыз. Яғни өзіміз жаңағы бүлдіреді, шашады, немесе кешігемін деген секілді өзімізді ойлау арқылы не істедік, оның даму процесіне кедергі келтірдік. Яғни сондықтан құрметті ата-аналар, біздің қырсықтық деп қарастырып жүрген мәселелеріміздің бір бөлігі негізінен ол қырсықтық емес, ол жай ғана баланың даму процесі. Яғни бала ол кезеңде даму керек, сол дамуына сіз кедергі келтіретін болсаңыз, онда сол қырсықтық деп атап жүрген әрекеттерді байқайсыз. Мысалы, жалпы баланың даму процесі, бала бір нәрсе дамып үйрену керек, сіз не істейсіз, оның алдына барьер қойып тастайсыз. Жаңағы, жоқ, мен жегіземін, жоқ, мен киіндіремін деген секілді, істеуіне кедергі келтіріп барьер қойып тастайсыз. Енді бала бірақ даму керек, оның ішінде сол бір не келіп тұр, қалау келіп тұр, ол өзі тамақ ішу керек, өзі киіну керек, өзі бір нәрсе істеп көру керек деген секілді даму керек. Сіз оған кедергі келтірген кезде не істейді? Ол өзінің қарсылығын көрсетеді. Яғни жылайды, жер тепкілейді, айғайлайды, жаңағы ыдысты шашып жіберуі мүмкін, сындырып жіберуі мүмкін деген секілді, яғни өзінің қарсылығын көрсетеді. Осы қарсылықты көрсеткен кезде біз не істейміз? Бала қырсық дейміз. Негізінен бұл жердегі қате ана барьерді қойып отырған ата-ананың қатесі болып табылады. Сондықтан құрметті ата-аналар, яғни біз балаларымыз қырсық болмасын десек, онда олардың даму процесіне кедергі келтірмеу керекпіз. Олардың өз бетімен емін-еркін дами алуына мүмкіндік жасауымыз керек. Міне сол кезде бұл не болады? Жаңағы қырсықтық деген нәрсенің азаюына өзінің септігін тигізеді. Әрине, қырсықтықтың 2 жағы бар. Біздің қырсықтық деп атап жүргеніміздің 2 жағы бар. Біріншісі осы жаңағы баланың даму процесіне кедергі келтірмеу болса, екіншісі мен оны Құдай қаласа келесі сабақта сіздермен бірге бөлісетін боламын. Яғни бүгінше біз осы бірінші жағын сіздермен бірге қарастырайық. Сіздер осыны жақсылап ойланып, өздеріңіздің осы тұрғыда балаларыңызға жасап жүрген кедергілеріңізді, орнатып қойған барьерлеріңізді бір ойланып көріңіздер, және ондай жағдайлар болатын болса, оны түзетудің жолдарын қарастыруды сіздерге ұсынамын. Егер біздің сабақтарымыз көңіліңізден шығып жатқан болса, онда лайктарыңызды басуды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта осы қырсықтық тақырыбының жалғасында кездескенше.